Жақында ғана бұрынғы облыс әкімдігі ғимаратына жайғасқан Шымкент қаласының билігі алғаш рет жаңа қонысында мәслихаттың кезектен тыс сессиясын өткізіп отыр. Кең әкімдік іскерлік орталығына жайғасып үлгерген мәслихаттың депутаттары күн тәртібіндегі ондаған мәселені еш қарсылықсыз бекітіп тастады. Қабылданған құжатта қаланың қауіпсіздік саласынан бастап қысқы дайындығына дейін қанша қаражат бөлінетіндігі жазылған. Депутаттық сауалға сәйкес жергілікті бюджетке енгізілуде, олардың негізін айтатын болсақ, облыстық меншіктен қабылданған 99 мекемелерді ұстауға, әлеуметтің маңызы бар автобус бағыттарын субсидиялауға, жаңадан ашылған Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация акционер қоғам жабылының капиталын қалыптастыруға және қала көшелеріндегі жолдарды ағымдағы жөндеуге және шағын аудандарда тас төсеу жұмыстарына, жылу жүйелерін ағымдағы жөндеуге үнемдеу есебінен қаралып отыр. Республикалық маңызы бар қалалар қатарына қосылған Шымкентте бұдан былай атқаратын шаруалар шаш етектен. Мегаполис мәртебесіне лайықты болу үшін қала әкімі шенділерге алдағы уақытта атқаратын жұмыстардың бір парасын тізіп айтып берді. Мәселен, миллионда қалада жыл сайын 24 мың бала бірінші сыныптың табалдырығын аттайды. Ал оларға әр жылы кем дегенде 20 мың орындық жаңа мектептер салынбаса, білім ұялары 3 ауысымдық оқу жүйесінен көз ашпайтын көрінеді. 3 ауысымдық мектептердің санын жою үшін бізге тағы да жаңа мектептер салуымыз керек қалаға. Сол мектептердің бізде 12 жобалық сметалық құжаттамалар дайын. Біз енді соларға қаржы республикадан сұрадық. Соның бәрі қазір шешіліп жатыр. 12 мектептің 10 мектебі біз республикадан құдай қаласа қаржы аламыз деп жоспарланып жатыр. Екеуін біз өзіміз қаржыландырамыз. Сонымен қатар біз қазір кәсіпкерлермен сөйлесіп жатырмыз. Олар арқылы да бір 30 шақты жаңа мектеп, және қазіргі істеп жатқан мектептің жанынан жаңа корпустарды салып, өте жақсы жүйе. Соларға осы жердегі біздің арамызда отырған депутаттардың ішінде кәсіпкерлер бар, соған кіріс атсалыссаңыздар болады. Соған мен сіздерді шақырамын. Сонымен қатар қала мэрі бұдан былай шаһарда қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлмек. Қала қазынасынан тәртіп сақшыларына деп бірталай қаржы бөлінгелі тұр. Оған қоса осы жылдың күзінен бастап күн-түн демей жұмыстан бас көтермейтін мемлекеттік қызметкерлердің де жалақысы еселеп өспекші. Осы хабарда жеткізген Ғабидолла Әбдірахымов жиналғандардың жігерін біраз көтеріп қойды. Ал қоғамдық көліктердің түйткілін айтып, әкімдік табалдырығын тоздырғандардың талабы да жақын күндері орындалуы мүмкін. Себебі билік биылдың өзінде су жаңа 300 автобусты қалалық бағыттарға пайдалануға берсе, келер жылы тағы жаңа 700 жолаушылар көлігі сатып алынбақшы. Биылғы жылы 300 автобус аламыз деп қазір келісім сөздерді жүргізіп, келісімге жеттік. Биыл 300 автобусқа қазір сіздер бекіттіңіздер. Біз Даму банкімен бірге қосылып, біздің Қазақстанның БРК лизинг компаниясымен келесі жылы 700 автобус аламыз. Сол кезде келесі жылы біздің автобуста 1000 жаңа автобус жүретін болады. 1000 автобус дегеніміз қазіргі қаладағы жүрген 1000 автобус болса, соған тағы да 1000 жаңа автобус орнына келетін болады. Сол кезде біз қаладағы қоғамдық көлік мәселелерін шешетін боламыз. Иә, расында да бұған дейін алып шаһардың тұрғындары қоғамдық көліктердің кем-кетігін айтып, билікті көп сынайтын. Қоғамдық көліктердің бірталайы жаңарса, бұл мәселе ақырындап саябырситын түрі бар. Өз алдына дербес қала статусын алғаннан кейін ендігі мәселе қаланың кірісін көтеру. Ғабидолла Әбдірахымов кәсіпкерлерді көлеңкеде бизнес жасамай, тапқан табысын көрсетіп, салықтан жалтармауға кеңес берді. Мен өзім ойым бойынша біздің кірістеріміз 80 миллиард емес, одан 2 есе көп болу керек. Ол үшін біз салық салу органдары, қорғау органдарымен бірлесіп, көп кәсіптерді, көп мекемелерді көлеңкеден шығаруымыз керек. Бізде өте көп кәсіпкерлер жаңағы көлеңкі
бизнеста жүр, соның бәрін біз сыртқа шығаруымыз керек. Айналасы бірнеше минуттың ішінде біраз саланы шолып шығып, шешетін мәселелерді ашық айтқан қала әкімі қармағындағыларға көп тапсырмаларды көрсетіп кетті. Ерлан Тұрбаев, Дастан Әбдиев, ТВК.